Сәлем баршаға. Мен бірнеше жылдан бері Ұлыбританияның астанасы Лондон қаласында тұрамын. Осы жерде жұмыс жасаймын. Жақында туған елімді сағынып, Жетісайға жол тарттым. Қызығушылығымыз балық аулау болғаннан кейін достарыммен бірге Шардара су қоймасына арнайы балық аулауға жолға шықтық. Англияда балық аулау үшін арнайы сертификат керек, ал оны алу өте қиын. Себебі балық аулау ісі бойынша арнайы оқуды тамамдау қажет. Ал Қазақстанда кез келген адам балық аулай алады. Бүгін 24 наурыз. Осылай біз Шардараға рыбалкаға бара жатырмыз. Қазір міне Өзбекстан мен Қазақстанның шекарасына кетіп бара жатырмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерде шекараны көруге болады. Мына шекараның ар жағы сыммен қоршалған, ар жағы Өзбекстан. Өзбекстан мен Қазақстанның ешқандай айырмашылығы жоқ. Қазақстанда өскен шөп Өзбекстанда да өсіп тұр. Ар бет құрғақ, мына бет су дейсің да. Қазақстан бетте көл бар. Өзбекстан бетте көл жоқ. Пингвиндер көріп тұр ма? Бізде құстар көп екен, е? Үйректер, қазылар бар. Қапқаралар, үйректер кішкентай, оның еті жоқ дейді ғой. Аулағандар айтады. Қазақстан мен Англияның ешқандай разница жоқ. Адамдар лодкамен жүр ғой, сіздер көріп тұрған жоқ па білмеймін. Адамдар лодкамен балық аулап жатыр. Заңсыз. Білмейміз енді, заңды ма заңсыз ба. Заңсыз деп ойлаймыз десе. Ақпаратты бөлісіміз деп жатыр. Ақпарат сол. Түркістанға егер осы жолмен баратын болсаңыздар, 1 сағат примерно 40 минут қасында. Жаңа балықшыларға әртүрлі территория бөлініп беріледі дейді. Ол туралы айтасыз. Балықшыларға, иә. Сол балықшылар туралы айтайын десем, не айтамын? Мынау папасын шапкісі. Папасын шапкісі. Ана лодкамен балық аулайтындар.
Sütta boğazı yiyip жеріне. Көрікші бай, шашып кетпесін аша. Негізі ана вулканнан араластырақ нокта болған. Көпір жерден жара? Келгенімізге 2 сағат болды. Әлі бір балық түскен жоқ. Даже поклевка да жоқ. Бұл жерде қаншама адам отыр бұлай. Судың арғы бетінде қаншама адам отыр. Ешқайсына түсіп отқан жоқ. Бүгін балықтың тамақ жемейтін күні ма? What are we gonna do? My friend's here. His name is Joshua Zigzi. Say hi. Hi. What are you doing? Түсінбеймін болай. Не оты? Қалай жағдайым? Қалай? Не істеватсың? Тамақ пісіріп жатырмын. Cooking? Cooking some food? Yeah, cooking. Frying? I'm chef Power. Frying some chicken? I'm from Samarkand. Show us. Түсіндірші, не істеп жатқанымды, қалай тамақ істеп жатқанымды, қалай жасап жатқанымды айтсай. This is chicken. Ары қарай білмеймін. Айта берсей ғой. Не Бар деп білген, айта айтамын? берсей, бар білген. Chicken. And potato, KFC. some onions, KFC. some onion. This is water. Mhm. This is kapır. Do you think it's gonna be tasty food? Do you think we're gonna enjoy our food? Ne oldu? Do you think the food's gonna be yummy? Қазақша. Do you think it's gonna be good? Good food? Yeah, good. Yummy food? Yeah. Yes. Yes. Yeah, deyin. Yeah. Немісше ол. When are we gonna catch some fish? Ne oldu? Saat okul diye. İlk saatten келді. Через около 2 o'clock. 2 o'clock. Yeah, 2 o'clock. 2 o'clock. 2 hours. In 2 hours, the food's gonna be ready. Балықтар солай айтып кетті бізге. Ne бізді жырпылдап түсіре берді, не? How are you doing, man? Ан жақта не түсіріп жатыр? Прямойда отыр, мына жақтан біз блог түсіріп жатырмыз. This is fisherman. Келгенімізге 5 сағат болды. Арбаға түскен жоқ әлі. Не істейміз, тағы да отырамыз ба? 5 сағат әлі арбаға түскен жоқ. Кешіп жатып отыр уже. Қатып қалдық. Көріп тұрғандарыңыздай кеш түсіп кетті мінекей. Ешқандай балық түспеген соң қармақтарды жинап жатырмыз. Қайтуға дайындалып жатырмыз. Жақта қармақтың бәрі жинап тастадық. Мында соңғы қармақ қалды. Осы жинасақ болды. Қасымызда отырғандар бір балық түсірді бұндай. Бір балық шықты ғой.
бары қаттапты дейді мына. Қайсы? Кірмей қалмады. Да? Сен тұрады. Yok. Ya осындай жинап көріп тұрады болу керек ау. Мастер екен бұл. Бұрылып келіп Алыс сапардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолдап үшін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттарым тұрса да ол, мен үшін болып кеткен туған бауыр досым, досым.